енді осы жерде сөйлеп жатырмын. Енді білім алушылардың оқу жетістігі деген запись кетті. Мына микрофонның суреті, колонканың суреті тұрса, ол да уже запись жүріп жатыр деген сөз. Үстінде міне запись жүріп жатыр. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау деп өз сабақтарыңызды түсіндіріп жатасыздар ғой. Анимация қойып қоюларыңа болады. Осылай түсіндіріп келе жатасыздар да. Мысалы мына суреттер, мысалы мына бірінші мәтін шығып, одан кейін оны PowerPoint-те суреттердің барлығын сақтау үшін анимация жасау керек. Бірінің соңынан бірі шығу үшін. Сондықтан видео жақсы болу үшін біз анимация жасай алуымыз керек. Анимацияны өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Мысалы сурет шығады, суреттен кейін мәтін шығады, мәтіннен кейін тағы бір график шығады деген секілді. Ыңғайлы болу үшін қазір ол анимациялар жасауды тоже өтеміз. Біз енді осы видеоны сақтайық. Міне біз жазып болдық, иә? Тоқтатамыз. Осы тоқтатқаннан